Неге қажет. Мен қазір кешкі кезде таралып жүрмін. Қазір сағат кешкі 7. Уже 7-ден кетіп жатыр. Біз бүгін сіздермен бірге 24 сағат бойына мүлде ұйықтамайтын боламыз. Кстати, барлықтарыңызға привет. Амандаспап болмаңыздар. Только не это. Бүгін біз сіздермен бірге прям күнімізді уютный қылып өткіземіз деп ойлаймын. И все. Қазір осымен күнімізді бастай берейік. Сағат 7, біраздан кейін кездескенше. Ребята, қазір біз сіздермен бірге осы бөлмелерді жинайтын боламыз. Кешке дейін бізге әлі дейін уақыт бар. Сондықтан осы бөлмелерді хотя бы 2 бөлмені жинаймыз. Менің кейде осылай уборка жасауға жаным деген ашылып кететіні бар. Так что әдемілеп барлығын жинаймыз сіздермен бірге. Достар, мен бүткіл шаңдарыммен сорт болдым. А теперь енді біз андай делаға көшеміз. Ну, типа, пол сүрту, шаң сүрту деген сияқты. Менде осындай перчатка, бірақ бұл перчатка негізі похуйға бола береді ғой. Сол перчатканы кез киіп алайық. Потом уже жұмысымызды бастайтын боламыз. Достар, бізге тездету керек, потому что енді бұл видео 24 сағат ұйықтамаймыз. Біз бұл видеоны 24 сағат үй жинаймыз видеосын айналдырып жүрмей қасын. Сондықтан да оны киіп алайық. Бірінші теріс киіп атын аласыз. Қазір ең бірінші жұмыс бізде осы терезені сүртуден басталады. Мен қазір осыны киіп аламын. Потом осымен стеклоға арналғанмен, мына тряпочкамен мына терезені сүртетін боламыз. Құлағымда Қараңыздар, қандай күшті, прям розовый болып, мына ағаштармен вообще күшті болып тұр. Жақынан күшті. Вот, посмотрите, это очень мило, ребята. Қандай розовый, қандай күшті закат. Прям күшті, мен қолымы қарасаңыздар, жобашқа істей атқан. Фокус алмай жатыр просто. Розовый, прям күшті болып жатыр. Енді вообще жаман қатты розовый болып кеткен ғой. Қараңыздаршы, енді вообще это жаман қатты розовый болып кетті ғой. Блин, это очень кайф қой, қараңыздаршы. Розовый. Ария, сен менің подписчиктеріме көрінбейсің. Это мой собака Ария, познакомьтесь. Он очень милый. Он такой красивый. Оның аты Ария. Ойнағанды ұнатады. Ол сондай тәтті. Ария, привет. Привет. Ол өте әдемі. Қараңыздар, осы жүрсет. артық емес кем. Сүйем, ойлайм, күлем, күйем, жылайм, қалайм, жырлаймын қазақша. Сезем, ренжим, бұлдайм, жазам, сынайм, талдайм, сыйлаймын қазақша. И вот, чтобы бізге скучно болмасын, осындай өзіміздің мини өте күшті осындай мини кітапханамызда, библиотекада мини не аламыз, кітап аламыз. Қандай кітап оқимыз? Неге екенін каждый раз осында келгенде, мына жерде, например, көптеген кітаптардың түрлері тұр ғой. Вот, мына жақта да күшті. Мына кітапты мен өзім алып келгем. Аспан сыры деген.
алау бар. Бірақ маған өте қатысты осы Анна Карина Лев Толстойдың өте жақсы көремін осы кітапты. Так что мен ойлап тұрмын, что осы кітапты аламыз. Осы кітапты оқимыз, надеюсь. Мен бұл кітапты баяғыдан оқимын, маған ұнайды осы кітап. Мына жақта да бар ғой негізі кітаптар, бірақ маған именно осы Лев Толстойдың кітабы ұнайды. Все, достар, мен бүткіл үйдің бәрін жинадым, уборка істедім, посудалардың бәрін жудым, раковинаны сүрттім. То есть мен делалардың бәрін бітіріп алдым. Енді сіздермен бірге қазір фильм қараймыз. Кинотеатрдағыдай. Лайс палаткасында өте кола бар. Вот. Мен лайстың бәрін осында салып алдым. Қазір біз кино көретін боламыз вместе. Қандай кино? Мен сіздер білесіздер, мен дорама көргенде өте қатты обожаймын. Так что бүгін біз сіздермен бірге бір дорама көреміз. Түнде. Яғни 31 арнадан. Поезд в Пусан менімен бірге көріп атсаңыздар, онда лайк басып қойыңыздар, бірге көретін боламыз. Мен бұл киноны күтіп жүргеніме уже 2 күн болды. Пятницаны өте қатты күтіп, осы поезд в Пусанды өте қатты күтіп жүрген болатынмын. Қазір бірге көретін боламыз, как кинотеатр сияқты. Солай. Сонымен достар, мен қандай дорама көріп жүргенін сіздерге айта кетейін ба дегенмен. Кішкене уақыт алсын. Мен сіздерге советую. Псих, но все порядке деген дораманы көріңіздер. Прям советую. Өте күшті дорама. Прям білмеймін. Мен әлі шыға алмай жүрмін. Ол дораманы бітіргенмен маған 2 күн болады бүгін. Бірақ мен өте қатты шыға алмай жүрмін. Прям күшті дорама ше, андай бір көп нәрсе түсінесің да ол дораманың ішінен. Сондықтан сіздерге советую. И мен қазір Мой тайный роман деген дораманы бастадым. Бірінші сериядан бастап, андай бір екеуі бірін-бір жақтырмай жүріп, аяқ астынан махаббаттар ашылып кеткен қалай етіп депші. Мен ол дораманы әлі түсіне қоймадым. Сондықтан если түсініп атсам, ол дорамаға да әлі ғашық болып қалатын шығармын. Сондықтан солай. Но все порядкені көріңіздер. Өте күшті дорама, советую, если көрсеңіздер. Еще, ребята, айтатыным, однажды разрешение өте күшті дорама. В общем, дорама туралы басқа бір видео түсіретін боламын. Сол кезде бәрін айтам. Ал пока что киномызға дайындалайық. Мен енді мұнда дайындай берейін. Мұнда кола и өзімнің лайсын. И все, қазір поезд в Пусанды күтеміз. Свет өшірейік. Достар, мен бұл киноның ужастик екенін білем. Примерно зомбилар туралы ғой. Бірақ мен бұл поезд в Пусанды көрмеппін. Күтіп отырмын. Қазір какой-то бір «Илюди деген передача болып жатыр екен. Так что күтеміз. Ребята, басталды поезд в Пусан. Қараңыздар, қандай күшті. Мен қазір осыны көретін боламыз. Как же я ждала. Вот, басталып жатыр, қазір көреміз бірге. Вот мой дядя. Я люблю его. Он самый хороший, самый лучший. Блин, там зомби. Очень классный. Давайте смотрим вместе. Боже мой, вот он, зомби. Ребята, что за хуйня? Он уже зомби. Бедная. Блин, ребята, ужас. Мне так жаль их. Блин, ужасный момент. Да, Дима, да, деда. Это очень страшно. Как круто. Олар түгенен кетіп жатыр. Яғни которые жаман адамдар, оларды кіргізбейміз деп жатыр, да, понимаете? Блин, ребята, мне очень жаль их. Қандай адамдар мыналар, не знаю. Блин, это капец. Ужас, ребята. Қараңыздар, қандай жаман. Я не могу. Я хочу плакать, их жаль. Менің дәдем өтіріп сады еще. Блин, ол монстр болып кетті. Дәде тоже сонда жүр, надеюсь. Посмотрите, ужас, ребята. Фу, боже мой. Мне их жаль, очень жаль. Боже мой.
Ай. Блин, капец, ребята. Мына біреу рауыз болып кетті, монстр. Капец. Несі бар еді ашықтай, ай. Блин, как жаль. Блин, как же мне жаль его. Это очень мило. Қараңыздар, қандай күшті. Он теперь монстр. Он теперь зомби. Блин, как же мне жаль ее. Я тоже хочу плакать. Капец, что будет дальше? Мне страшно, ребята. Нет, на самом деле мне очень жаль. Мен дәдем кетіп қалды. Еще екеу ғана қалып қалды. Еще она еще беременная, понимаете? Вот эта девушка очень сильная. Я не понимаю. Блин, а что если они, может, еще жив? Ребята, Жанна такая бедная. Вот ее. Ребята, мне очень жаль ее. Мен фильмнің соңын күттім. Мен соңын күттім. Но соңы аяқсыз болып кетті. Та самая девочка просто какой-то песня айтты. Потом әскерлерге айтты, то что құтқарыңдар деген сияқты. Алып келіңдер деді. И олар жүгірді. Потом мана қыздың түрін көрсетті, и все. И все. Дальше ештеңе көрсетпеді. Дальше басқа кино басталып кетті. Жапырақтар төгілгенде ма, сондай бір бәле. Кино өте күшті. Бірақ өте аянышты. Білмеймін. Для меня өте аянышты болды. Мен жақсы көрген, сіздерге басында айтқан дәдди барлығын құтқарам деп қайтыс болды. То есть монстрға айналды. Оның қайда екенін, оның қалай не қылғанын көрсетпе. Он был самый милый, өте сүйкімді, өте красавчик болды. Щекачок, өте күшті, мне жаль его. Оның ол әлі баласын да көрмей қалды, понимаете? Я хочу просто плакать, ребята. А как же ана қыздың әкесі? Ол да екеуін құтқарам деп солай қайтыс болды. Негізінде маған ана жердегі бір аға мүлде ұнамады. Өзінің басын ғана ойлап қалған, и еще барлығын құртты. Жаңағы ағаны сол қолынан тістеп алды, и поэтому ана аға солай. Сол жерде қыздың жылағаны өте қатты аянышты болды. Прям фильм өте күшті. Мен айта алмаймын, ребята. Сіздерге сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, сондықтан да өздеріңіз көріңіздер. Если көрмеген болсаңыз, бірақ бұл кино өте танымал кино, барлықтарыңыз көрдіңіздер деп ойлаймын. Сол себептен де солай. Менің ощущением өте күшті. А теперь бізде сағат бірге примерно 10 минут қалды. Бізде таңның атуына әлі 5-4 сағаттай бар. 4-5 сағаттай бар, то есть рассветті көруіміз үшін. Потом мне можно спать деп айта алатын едім, бірақ мен я не могу. Потому что где-то 1 сағатқа ұйықтап алатын шығармын, өйткені мен өзімнің делаларыма кетемін. Завтра мен паспортқа соған баруым керек, сол үшін де мен ерте тұрам, ерте кетем. Сондай дүние, короче. Давайте потанцуем. Почему бы нет? Как үйге қойсам, бір өзгелер деген бір нәрсе болатыр, маған ол ұнамайды, так что мен иногда телевизор қосқанда осындай радио көрген ұнатам, радио тыңдаған. Love радио, еще европейский радиоларды, музыкалар өте күшті. Вот, мына жақта ата-ана бала шаға болатыр. Баяғы күшті комедия көремді күшті.
Мен кішкентай кезімде осы музыканы өте қатты жақсы көретін. Мұнда Ханзада Лин Сон болып жатыр. Ребята, қазір сағат 1:30 болды, уже 2 болып жатыр. Мен білмеймін не істейтінімді, просто так отырмын. Мен көп ойлана келе шыдай алмайтынымды шешіп, мойындап, мен ұйықтаймын деп шештім. Так что пока-пока. Let's go, я уже спать, короче. Ойнап айтам. И вот, мен қазір осылай жатырмын. Мен қазір дорама көрейін деп жатырмын. Сіздермен бірге қазір дорама көреміз. Сағат уже 2 болып жатыр. Вкуснятина. Ты что тут однохомячишь? Дай попробую. Вкуснотища же. Отвратительно. Қазір сағат түнгі 3:30 болып жатыр. Мен кофе дайындап жатырмын. Вот и менің кофем. Қазір осыны ішетін боламыз. Там радио. Примерно сағат 2 сағаттан кейін таң атады. Ребята, рассветті бірге көреміз, надеюсь. Кофе мен кофе ішемін. Қазір қайтадан дорама көруді жалғастыратын боламыз. На самом деле 2 сағаттан кейін таң атады уже. Мен қазір өзімнің осы кофемді ішіп отырмын. Мен қолымда өзім бағана бірге таңдап алған кітап. Мен бағанадан бері кішкене тырнақтарымды істеп, сосын оны қайтадан кетіріп, в общем, қудым. Еще погода бізде бұзылып кеткен болатын, сондықтан киімді осылай ауыстырып алдым. Просто рубашкамен просто так мне холодно болды. Так что солай. Түрім прям ұйқым кеп тұр. 2 сағат шыдасам, примерно 2,5 сағаттай таң атады, сонда бірге жүреміз депше. Қазір біз бірге кітап оқимыз. И потом дорама көріп бастаймын. Снова дорама көрем. Дорама көріп жатам. Мен бағанадан бері біраз неғып алдым, билеп алдым. Европа Плюс, Люкс, FM, Лав радиолардан біраз нелер көрген болатын. Сіздермен бірге кітап оқып алайын деп тұрмын. Мен именно осы бетіне келгенмін. Вот там уже моя любимая Ария. Ария, привет. Ари, привет. Поцелуй их. Целуй их, Ария. Вот он. Он вас любит. Ой, такой малыш. Сағат уже таңғы 5 болып жатыр. Мен дорамамды көріп болдым. Біраз өзімді жалалармен алыстым. Там косметичка. И мен примерно осындай өтірік макияж істедім. Өтірік. Осындай шашымды вообще істемедім. В принципе, менің қалай бар солай қалдым.
шаршап тұрмын, өте қатығым келіп тұр. Қазір сағат уже 5-ке 20 минут қалды. Қазір 5-те біз сіздермен бірге өзіміздің завтрагымызды ішеміз. Сонымен далаға тағы да бірлесе шығамыз. Сонымен видеомызды аяқтаймыз, надеюсь. Мен бұл челленджден кейін еще ұйықтамаймын. Менде делаларым бар, соның бойынша кетемін. Бірақ 1 сағатта ұйықтап алатын шығармын. Мен паспортқа баруым керек, сол үшін де сондай дела менде. Сол үшін де солай. Қазір біз осындай кофенің ыдысымен примерно осындай капучино ішеміз. Таңғы асқа капучиноны өте жақсы көремін, мен таңертең ішкенде. Ребята, мен уже ұйқыға жатайын деп жатырмын. Қазір сағат уже 5 болды. Дала деген жарық күшті болып тұр. И теперь